Қазақстанның бір топ бизнес өкілдері Тегеранда жүр. Талай жыл тығырықта өмір кешіп, экономикасын өрістетудің амал қиындаған Иран қазір тыйым біткенінен азат екендігі айтылды. Екеуара сауда-саттықты дамытудың сәті келгенін білген еліміздің іскер азаматтары бірнеше мәселе бойынша байланысты арттыруға ұмтылады. Тақырыпты тілшіміз Индира Жылқайдарова тарқатады. Санкциялар құрсауынан босап, Иран халқы бөркін аспанға атып қуанғаны жақында ғана. Халықаралық қауымдастықтан қағаз жүгіріп, экономикалық санкциялардан бірнеше жыл бойы титықтап қалған Парсы елінің кәсіпкерлері біздің бизнес қауымдастыққа ашық екенін көрсетіп бақты. Қазақстан санкциялардан босаған Иранға ТМД елдерінің ішінде алғаш болып сапарлап отыр. Қазақстан Ислам Республикасымен сауда қарым-қатынасын үдете түсуге ниетті. Бизнес форумға Қазақстаннан 200-ге жуық компания өкілдері қатысып отыр. Олардың ішінде жобаларымен ерекшеленген тау-кен тамақ өнеркәсібі салаларындағы ұлттық чемпион кәсіпорындары бар. Бизнес форумды ашқан Иранның сауда өнеркәсібі және кеніштер министрі Мухаммед Реза Немадзаде Қазақстанның санкциялар алынғаннан кейін Парсы еліне бірінші келуін жақсы ырымға балап отыр. Қазақстан көрші елдермен, әлемнің басқа да мемлекеттерімен бейбіт қарым-қатынас орнатып отырған ел деді ол. Екі елдің серіктестігі үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады деген сенімдемін. Автокөлік жолдары, темір жол және көлік коммуникациялары саласында біраз жетістіктеріміз бар. Біз бұрын Каспийден Қазақстан мұнайын тасымалдағанбыз. Кейін халықаралық санкциялардың салдарынан бұл ретте проблемалар туындаған болатын. Ал қазіргі жағдайда екі елдің тауар айналымы, алыс-берісі нығая түсуі тиіс. Мухаммед Реза Немадзаде Қазақстанда Иранның оңтүстігіндегі Парсы шығанағындағы порттарға инвестиция құйып, порт шаруашылығын дамытуға шақырды. Ал Қазақстанның инвестициялар және дамыту министрі Әсет Исекешев те екі тараптың қоян-қолтық араласып бизнесте көп іс тындыратынына сенім білдірді. Енді екі жақтың қаржы институттары, банктерде бірлесе қызмет етуге мүмкіндік алатынын да айтып өтті. Мы хотели, чтобы иранские коллеги рассматривали Казахстан как надежный хаб. Қазақстанда жұмыс жасай отырып, сіздер, ирандықтар, өз өнімдеріңізді Ресей, Орталық Азия, Батыс Қытай нарығына жөнелте аласыздар. Біз ирандық әріптестерімізді Қазақстанды барлық жобаларға кез келген жағдайда қолдау көрсететін сенімді серіктес ретінде қарастыруға шақырамыз. Қазақстан әдеттегідей Иранға металл өнімдерін, құрылыс материалдарын астық экспорттауға әзір. Тіпті қазір жолаушы және жүк вагондарын, электровоздарды сату жөніндегі келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қазақ тарабы Ислам Республикасынан инвесторлар іздеп қана қоймай, оңтайлы тиімді деген кейбір жобаларға қомақты қаржы құюға да бейілді. Сегодня мы можем вполне комфортно финансировать любые проекты стоимостью от 50 миллионов долларов США. Біз бүгінде құны 50 миллион доллардан 500-700 миллион ақш долларына дейін кез келген жобаны қаржыландыра аламыз. Иран компанияларында ұзақ мерзімді жеңілдіктер қарастырылған, несие беруге әзірміз. Тікелей инвестициялар арқылы да қаржы бөлуге болады. Біз жобаларды 6-7% ұлттық шетелдік доллар, евровалюталарымен де 20 жылға дейін қаржыландыратын қауқарымыз бар. Бизнес форум аяқтала бере Бәйтерек ұлттық холдингі мен Иранның дамыту қоры арасында серіктестік жөніндегі меморандум бекіді. Айта кетейін, Иран мен алып-алтылықтың арасындағы ұзақ жылдар бойғы келіссөздер мәмілелі мәресіне жетіп, Ислам Республикасына салынған санкциялар 2016 жылдың 16 қаңтарында алынған болатын. Енді Иран біртіндеп шетелдік инвесторлар, бизнесмендерге өз қақпасын аша бастайды. Ал дәл қазір екі елдің, яғни Қазақстан мен Иранның іскерлер кеңесінің отырысы өтіп жатыр. Ол туралы толығырақ алдағы жаңалықтарда әлде баяндайтын боламын. Индира Жылқайдарова, Аблайхан Сейілбек, Хабар, Иран астанасы Тегераннан.